сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз бақбақ гүлінің пайдасы. Бақбақ гүлінің ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, омырау безінің қабынуына бақбақ гүлінен 50 граммды жаңа күйіндегісі болса 100 грамм суға қайнатып ішеді, сонымен бірге жаншып омырауға тартады. Екіншісі, көз дәнекер қабығының қабынуына және теріскенге бақбақ гүлінен 50 граммды суға 2 рет қайнатып, алғашқы қайнатпасын ішеді, екінші ретке қайнатпасымен көзді жуады. Үшіншісі, бадамша без жедел қабынғанда бақбақ гүлінен 15 грамм, ошаған тұқымы 10 грамм, борпылдақ саңырауқұлақ 3 грамм, қызылмия 3 грамм суға қайнатып ішеді. Төртіншісі, өкпе іріңді ісігіне бақбақ гүлінен 50 грамм, сарана 15 грамм, қас бояу тамыры 15 грамм, нәшпіт 1 дана суға қайнатып ішеді. Бесіншісі, өт қалтасының қабынуына бақбақ гүлінен 100 грамм, ақ жусан 50 грамм, мысық жалбыз 15 грамм, луңдан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 6-10 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.